Сал серлер. Ерте кезде ел ішіндегі әнші, ақын, өнерпаз, жігіт желеңді сал немесе сері деп атаған. Сал серлер бірнеше өнерпаз болып ел аралайтын. Сал серлердің киімі ерекше болған. Әсіресе кең шалбарлардың балағына бір адам емін еркін сыйып кететін. Киген киімі ешкімге ұқсамайтын. Ал ұқсап кетсе, оны дереу бір нәрсемен өзгерте қойған. Киімінің елдің назарын аударатындай күлкілі болуына ерекше көңіл бөлген. Мәселен, 19 ғасырда арқадағы атақты жеке сал 8 сайлы қалпақ киген, және қалпақтың 8 сайы әртүрлі, көк, жасыл, ақ болған. Сал оңаша жерге, ауыл сыртына 6 қанат үй тіктіріп, оң босағадан сол босағаға дейін киімін іліп қояды екен. Салдар кейде тобымен жүреді. Жетісуға келген 6 сал ел жұртты таңдандыру үшін бір келкі ат, бір түсті ер-тұрман, бірдей әбзел, жанаттан тысталған бөрік, құндыз байпақ киіп, шайдан шұлғау шұлғанған. Киімдерін мінген аттарының түсіне сай киген. Ал өкілі Ыбырай деген атпен мәшһүр болған Ыбырай Сандыбайұлы өкіні екі құлағынан түсіріп, салбыратып таққан екен.